Ал құрметті бауырлар, сіздерге тағы бір жақсы нәрсені көрсетейін. Лайк басып қойыңыздар, ұмытпай. Мынау білесіздер, Мумио деп жазылып тұрады. Бұл Мумио деген өзі керемет дәрілік қасиеті бар нәрсе. Бұны қазақша тастың майы дейді, Мумио. Бұл біздің Алтай өңірінде Өскемен, жаңағыдай Қатонқарағай, сол жақта жиналады. Бұл Қазақстанның өнімі, таза Қазақстаннан шығады. Осы өнім көп ауруларға ем. Сынықтан кейін, травмадан кейінгі жаралардың барлығын жазады. Соның ішінде бүйрек ауруының өте жақсы емі. Осы Мумио өзі жаңағыдай солидол сияқты болып қатып тұрады. Үстіне кішкентай 1-2 тамшы ғана су құйып қойсаңыз, жібіп солай болып тұрады. Енді бұны бүйрегі ісіген адамдар, бүйрегіне су қотып кеткен адамдар, сондай кісілер жаңағы жалпы бүйрек ауруына, қуық ауруына бұны суға салып ішеді. Мен мұнда дайындап қойдым, міне. Сіреңкенің басындай ғана. Оған да жетпейді, өте кішкентай. Соны мына кесеге саламыз қазір. Бұл сондай өзі жабысқан не болады? Жабысқан жеріне жаңағы айырылмайтын сондай. Мынау ненің ішінен алып шығуда оңай болмайды. Сондықтан шүкір бір пышақпенен абайлап осылай кішкентай сындығын сындырып аласыздар. Бір сіреңкенің басындай точка ғой, сосын оның үстіне бісмилля деп ыстық суды құямыз. Ыстық суды құйғаннан кейін өзі ақырын ериді. Қасықпенен былай ақырын, былай ерітуге болады бетіп. Осылай асықпай ерітеміз. Судың түрін көрдіңіздер ғой? Сәл ғана өзгерді. Одан көп салуға болмайды, өте күшті нәрсе ол. Көп салсаңыз шамалап салсаңыз болады, бірақ өте көп салуға болмайды. Одан кейін жаңағы аяқтың буынының, белдің ауруларына, аяқ буындары, қол буындары ісіген жерлерге осыны жатарда жағып, сәл бір тамшы су тамызсаңыздар, өзінің жаңағы мынандай крышкасы бар, үстінде жабылатын қақпағы бар мынандай. Осы қақпағын алып, осы қақпақтың ішіне кішкентай салып, соны үстіне су тамызып езсеңіздер болады. Сөйтіп езіп, оны ауыратын буынның сыртына жағып, оның сыртынан жаңағы целлофанмен орап, сыртынан жаңағы бір нәрсемен таңып, содан кейін жатып ұйықтасаңыздар, солай бір 7 күн қайталасаңыздар, өте тамаша керемет болады. Бұл енді Алтайдың жаңағы тастың майы деп қояды, Мумио деп қояды орысша. Сондай керемет дүние. Алла шипасын берсін баршаларыңызға. Әсіресе біздің суық жақтарда қыста адамның бүйрегіне міндетті түрде суық өтеді. Сол себептен әр уақытта, әр ай сайын, апта сайын осындай кішкентай ғана түрін бозартып қана ішіп отырсаңыздар, өте керемет болады. Бұрыннан бері қазақтың қолданып келе жатқан дәрілерінің бірі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Маған жақсы лайк бассаңыздар, маған қолдау білдірсеңіздер, осындай қазақ емдерінің әлі де талай түрлерін сіздерге көрсетуге Алла жазса, ниетім бар сондай.